семейный видео. Осылай болады. Толық видеосын соңынан қарауға болады, соңынан қояйын да. Оны қалай жасадым достар, мына бірінші алдымен FreePic-қа кірем. FreePic деген агрегатормен жұмыс жасадым осы жобада. Бізге клиенттен клиптің ішінде семейный фотолары болу керек. Бәрін фотоларын алдым. Кішкентай қыз басты рөлде. София деген. Оның папасы, мамасы, атасы, әжесі, нағашы атасы, нағашы әжесі, ағасы, екі ағасы, кішкентай інісі болу керек. Сол клиптен бізге сценарий берді, және аудио звугын берді бізге, осы өлеңге сай болу керек деп. Біз бәрін алдық та GPT-ге кірдім да, GPT-ден промпт сұрап алдым. Маған реалистичный, мультяшный стильде каждый фото жіберем, сол фотоға промпт жаз деп. Бірінші карточкасын жасап алдым, крупный планда, и сол полный ростта. Олардың алдым да 3-4-5 вариант, 2-3 вариант жетеді негізі. Мен сол 4-5 вариантты алдым да. Осы жақтан мына жаққа жіберем, мына жаққа промпт жаздым. Біреуі полный росттікі, біреуі крупный пландікі. Мына промпт осы жаққа жаздым. Енді осы промптпен референсті аламын да, екеуін мына жаққа байлаймын. Сөйтіп 4 вариант жасап аламын, ішінен біреуін таңдадым. Полный ростта 4 вариант жасадым, ішіне біреуін таңдап алдым да, шығарып алдым. Маған ұнағанын. И сөйтіп реалистичный фотосын алдым да, осылай крупный план и общий план шығарып алдым карточкасын. Соның ішінен өзіме ұнағанын таңдап алдым. Сөйтіп папасын да, әкесін де солай шығарып алдым. Міне атасы, нағашы атасы, міне нағашы ата, әжесі, ағасы, кішкентай бөпе. Мына жақта кішкентай қолына ұстап тұру керек болды. Мына жақта үлкен інісінің қолына кішкентай бала ұстау керек болды. Мен алдында надан екі дайын референсті алдым да, мына жаққа промпт жаздым, ол промпттан мына жаққа мынандай фото шығарып алдым. Енді полный рост бәрін шығарып алдық. Енді біз сценарий бойынша кірісеміз. Бірінші кадрда бізде Алматының қаласы болу керек болды. Алматының қаласын ешқандай персонажды шығарып алдық. Екінші кадрында папасын, мамасы, кішкентай бала қолында болу керек деген сценарий болды. Кішкентай бала деген бұл Софияның кішкентай кезі. Бұл ең алғашқы кадры. Сценарий бойынша бір клиптің кадрын алу керек болды. How you like that деген корейский әншілердің. Сол жерден бізге осы сөзді жазу керек болды. Семья in your area деп. Промптты наған бет байладым, референсті бет наған байладым, и содан осындай картинка шығарып алдым. Текстін өзгертті. Бұл бірінші кадр. Екінші кадр Алматы, үшінші кадр кішкентай қызды, міне төртінші кадр. Бұл қалай жасалды десеңіздер достар, міне менде самый главный ең басты рөлдегі адамдарды алып алдым, и соған бәрін групповать еттім де, сол групповать еткеннен мен осылай шығарып аламын. И каждый картинкаға бит қоса берем, генератор изображений деп. И осылай мына жерден промптында мына жерге жаза берем. Әр қайсының промптыны міне астында тұр ғой. Міне мынау бір картинка шығарып алдым ғой, байладым ғой, ол осы міне. Мынау осы картинкалар. Мыналарға мына жерге промпт жаздым да, мыналарға байладым. Көрініп тұр ма? Міне байланып тұр, жасыл. Осылай байлап алдым. Сөйтіп мынау 4-ші кадр, 5-ші кадр папасы мен София болу керек. 6-ші кадрда мамасы, папасы үшеуі қыдырып жүрген кадр болу керек. Міне 7-ші кадр тоже ойнап жүр. Мына жақта уже промптты картинканың астына жаздым. Мына жақта міне use деп provide reference photos деп тұр. Референстағы адамдардың фотосынан осындай кадрлар жаса деді. Ол референс қайда байланып тұр, міне көрсетесіздер ма? Міне мына бастан бит жанат. Именно осы сызық мені мында апарады, референсқа апарады. Осы үшеуіне қатысты. Біледі уже. Промптта қыз, әйел, ер адам жазып тұрса, сол референсті адамдар екенін түсінікті. Мына 6-шы, 7-ші кадр папасымен ойнап жүр. Осылай шығарып алдым. Енді Софияның өзі сурет салып жатыр, кітап оқып жатыр деген кадрлар. 4 варианттан алып алдым да, ішінен ұнаған біреуін алдым. Ең соңынан акробатикада жүр, гимнастикада жүр, өлең айтып жатыр, мына жақта мектепте оқып жатыр деген сияқты. Мына жақта шаңғы теуіп жүр, мына жақта уже сценарий бойынша билеу керек болды. Сол билейтін локацияны шығарып алдық бірінші. Содан кейін сол жерге Софияны қойдым. Софияның басқаша билеп тұрған кадры, позасы. Мына жақта тоже билеп жатқан поза. И билеп жатқан позалардың әртүрлі варианттарын шығарып алдым. FreePic-та сондай бір жақсы функция бар. Позициялардың, кадрларын өзгертетін жазасын да өзі әртүрлі қылып шығарып береді. Соның ішінде мен аламын да, біреу наған кадрымды аламын да, бетінде таңдаймын да, ол маған жаққа шығарып береді. Өйстіп осы кадрмен дальше жұмыс істей беруге болады. Өйстіп билеп жатқан кадрларды шығардым. Сценарий бойынша бізде андай болу керек болды. Билеп жатырады, қасына атасы, әжесі, апасы, отбасындағы бүкіл адамдар бәрі жайлап қосылу керек болды. Қосылады да, музыка бойынша переходта мына кадрдан атып шығу керек. Мультфильмдегі бір кадр екен, Хантерс деген мультфильм. Шығу керек болды. Осылай нағыз билеп жатқан кезде жайлап осыны қасына шығу керек. Мен қасына қойып алдым мына жақтан. Мен бірақ бұл жерде қасына қойып motion контролмен осы барлық адамды қайталатып билеттіру керек болды. Мен бірақ билеттіре алмадым. Екінші басқа бір жігітке попросить еттік, ол билетті. Мен келесі, бұл қайырмасы музыканың, қайырмасын биледі, қайталады, енді келесі кадрлар кетеді. Келесі кадрда уже міне
Софияның өзі болу керек. София қыдырып жүргені, машина айдап жүргені кішкене өскен кезде бұл да. 18-20 жастағы мейрамханада, кафеде отырғаны, достарымен қыдырып жүргені, тауда жүргені, осындай кадрлар шығарып алдым. Және біз клиентке бердік, осындай кадр бердік. Бірінші бұл жерде оған ұнамады. Мына қалада кетіп жатқан кадр ұнамады. Сосын өздерінің компаниялары бар екен, Дамьяни, Зардози деген, соны қосу керек болдық. Референсті, логотипті алдым. Примерно мына Зардозидің киімдері, стильдері қандай екенін алдым, референсті. Үшеуін алдым да мына изображениеге байладым. Промпт жаздым, сосын промптты чат GPT-ден аласың, тоже GPT-ге жазамыз, ол бізге әдемі промпт жазып береді. Міне промпты осындай. И сосын бізге осындай Зардозидің ішіндегі кадрлар істеп берді. Зардози, Дамьяни деп оң жағында өздерінің брендтары тұр. Мен алдында істеген картинкалар осындай бүйтіп қарауға болады. Міне мынандай вариант бар. И соңғы кадрды алдық біз. Сөйтіп қойдық. Енді осындай картинкалардың бәрін бірше шығарып аламыз. Сценарий бойынша ішінен ұнағандарын бір-бірлеп шығарып таңдап алдым. Сөйтіп енді видео генерация. Клиентке бірше жіберіп аламыз, кадрлар осындай ұнаса видео генерация көшеміз. Себебі неге видео генерация, ол да уақытты алады өте, және ол да ақшаны алады. То есть ақша кетеді генерация. Бірақ фрипикта ең плюсы, про подпискасын алсаңыздар, бесплатный генерация бар Nano Bananaға, сосын клиент 2-5 дегенге бесплатный генерация тегін, ешқандай генерация кетпейді. Так, енді оны осыған астына промпт жазамыз, әрқайсысына видео генерация жасап алдым. Енді мына билетінге жаңа билету керек болды. Мына мен билетінде қасына slow motion контролмен қасына motion контрол неге бізге бір клип берді, сол клиптің ішінде қайталау керек болды София. Бірақ motion контрол бір адамды қайталата алады, сөйтіп бір уақытта 10 адамды қайталата алмаймыз motion контролмен, сондықтан әр адамды осындай неге green screenға шығарып алдық, осындай green screenде тұрғандарын шығарып алдық. Осын motion контролға біз береміз, клиптің кадрын береміз, 10 секундтық отрывогын, осын осы адамды референс ретінде береміз да, и ол бізге сол бейді қайталатқызып береді motion green screen ішінде. Осын мына кадрға барамыз да, бізде отдельно локацияның кадры бар ғой, осы локация барамыз да, монтажының ішінен мына жаққа Софияны қойып аламыз, мына жаққа мамасын, папасын, отбасын осылай қойып аламыз. Осылай қойып аламыз да, потому что бізде уже мынандай типа билеп тұрған кадрлар болады. Ол менде емес, ол басқа жігітте. Бұны motion контролмен мен істей алмадым, сосын басқа біреу істеді. Оның ортасын маған істеп берді, мен дальше мына жақта видео қылып алдым. Сөйтіп қойып алдық та, в итоге ең соңында сондай видео шығады. Осындай видео шығады. Мына бірінші кадр, семья in your area. Цветет весна, и снова май. Волшебный день 10 лет тому назад. Осылай музыка ойынша келеді де, қайырмасы мынандай болу керек қой. Любовь, софа, 1, 2, 3, 4. Счастье тебе. Новых вершин и побед встречай 10 лет в тебя. Рядом с тобой. Мына көрсетер ма? Көп адамды бір уақытта билету деген қиындау, сондықтан кішкене 2-2-ден 3-3-тен сөйтіп билетті ғой. Мына кадрда қалай істеді, мына көрсетер ма? Қараңыздар. Мына жерде бірінші локация фонның өзі болады, сосын Софияның өзінің түрі болады. Мана айттым ғой сіздерге. Мына Хантерстың мына локация, мультфильмнің локациясы бар, арнайы билеу үшін осындай орын қалдырып қойдым. Фонда Хантерстың үйлері, зданиялар болу керек. Осы локацияны алды ана жігіт, мен оған бердім. Сосын мына Софияның мына түрін бердім. Ең бірінші жасап алған түрі бар ғой, мына. Осы түрді алдым. Енді ол алдта соны green screenға бірінші шығарып алады. Софияның банағы түрі, ана түрі емес, ана түрі бұл. Green screenға шығарып алады да, green screenға беріп motion контролмен жаңа локацияда билетіп алады. Сосын ана локацияға қояды. Сөйтіп, мына каждый адамды осылай motion контролмен билетіп алды. И жаңа кадрларға қояды осы жерге. Монтажда қояды. Осын кішкене бүйтіп транзишнмен, моушнмен кадрларды қосқап жіберсең, мечіне болады. Мынау жаңа кадрлар, мына жерде көп 3-4 адамды қосқан кадрға кіргізді. Соңғы кадрлар, жаңа мына кадр Зардози. Бұл достар, осылай жасалды бұл видео, бірақ бұл кішкене мен үшін бір ауырлау қиын проект болды, себебі motion контролдың кішкене қиын болды, істей алмадым. Осы проект бойынша тағы да бір екінші видео бар, келесі видеода көрсетем. Ол видео мынандай видео көрсетіп кетейін. Ол қаяқта бізде.
Система фиксирует активацию 4 кристаллов. Закрыть портал демонов, собрав 5 кристаллов. Вы го- Осы видеоны AI ведущий деп тұрады, короче, осындай 6-7-8 видео жасадым. Соны қалай жасағанымды көрсетемін. Фрипикта оның менің проектім мына жерде қазір көрсетемін. Міне достар, ол проект осындай. Ана келесі видеода түсіндіріп көрсетемін қалай істегенімді. Осыны бөліп қойын деп осындай мен өзім фрипикпен жұмыс жасаймын және Higgsbuild-тен де жұмыс жасаймын. Видео ұнаса лайк басыңыздар.